Погода деген керемет қой шіркін Астанада. Прям отбасыма сюрприз жасаңдап тұр ше. Жаз кепті ғой Астанаға, достар. Жаз келіпті ғой Астанаға, қарсаңдар. Күннің шыққан қараңдар, ана жақта бірақ бізде әлі қар бар міне. Йо-май, достар, қараңдар, өте керемет. Адам өте аз, достар. Енді бұйырса, сәл қалды, достар, шыдандар, карантиннен шығамыз. Және де, достар, келесі маңыз айтатын нәрсем, менің арнамда 98 мың көрермен, 2000 көрермен жинап тастасақ, өншілап жүрем кәдімгідей. Сендерге өте керемет тосын видеом бар, 100 подписчикке сендер таңғаласыңдар. Күтіңдер, сәл қалды сендер таңғаласыңдар, әтүтчай бүкіл вайнер бүкіл таңғаласыңдар. Сондықтан да, достар, осы видеоға лайк басыңдар, арнаға жазыңдар. Бүгін біз бомба видео шығаратын боламыз. Біз басаймыз, кеттік. Чао. Бүгінгі видеоның тақырыбына келетін болсақ, бүгін деген мен неге балконда басып отырсың десеңдер, потому что барлығы ана жақта үйде комнаталарда отыр. Ал мен деген бүгін мен отбасыма кішігірім сюрприз жасағым келіп отыр. Енді мен анам университетте аға оқытушы болып жұмыс істейді. Конференция, сессия, сабақтары өте көп болай. Сондықтан да, достар, анам тамақ жасайды, бірақ уақыты аз, кешірек ішіп қалып жатырмыз. Тамақ қана емес, басқа да жұмыстар бар. Кәрі түктеу анам барлығы сабақ оқиды, қарындары ашады, енді шаршайды, әкем бүкіл жұмыс жасап отыр. Сендерде де бүкілдерінде сондай шығар. Өздерін әке шешеңді, отбасыңды, інілеріңді, бауырларыңды бір рет қуантсаңдар, олар қатты риза болып қалды. Сондықтан да бүгін мен кішігірім подарок болса да, қатты қымбат емес, қатты күшті подарок болмаса да, главное мен жүрегімнен сондай сюрприз жасам деп отыр отбасыма. Бүгін мен деген қазір где-то 2-3 сағаттан кейін кешке қарай кішігірім ужин жасаймын. Өзім ужин жасап шақыратын боламын. Ужинға мен не істеймін? Ужинді өзім жасамаймын. Мен, KFC-дан заказ бергім келіп тұр. Там крылышкалар, твистер, боксмастер деген кішкене. Енді KFC кім жегісі келмейді, уже біраз болып жемеген. Сол отбасын кішкене отырып жесін деген мағынада жасағым келіп отыр. Сондай өзім жүрегінен, атымнан сондай сюрприз жасағым келіп отыр. Сосын қандай дауыс шығып тұр десеңдер, ана жақта трактор ма бір нәрсе жұмыс жасап отыр КамАЗбен. Достар, осындай кішігірім ужин ба бір нәрсе көремін, достар. Қазір ойлап табуым керек, оның барлығын риза болып қалады деген ойдам отбасым. Сондықтан да, достар, бүгінгі видео өте керемет болатын сияқты, сендер де қуантыңдар. Достар, айтпақшы, соңғы жаңалық айтайын, сосын видеомыз бастаймыз. Менің інім Асылмұрат деген інім, туған інім братишка. Сол өзіне ютубтан канал ашты. Міне дәл қазір экранда көріп отырғандарыңыз Асылмұрат Браулстерс. Біз ол каналдың атын өзгертеміз, бұйыртса Асико деп. Бірақ та ол арнада біз тек қана Браулстерс түсірмейміз, Майнкрафт, Free Fire'дан өте керемет видео түсіреміз. Қазір інімнің арнасында 4600 бір нәрсе көрермен бар. Сондықтан да, достар, сендерден өтініп сұрайын. 10 мың подписчикке дейін жеткізіп тастайықшы мен інімнің арнасында. Сендермен болған мен Бексұлтан. Біз видеомыз бастаймыз, кеттік. Достар, мен мына жерде негізі тамақ жасап жатыр екен, бірақ ол тамаққа жемейтін жарымыз ешкім білмейді үйде мен не істеп жатқанымды. В общем, мына жерде Глоудан заказ бердік. Газ келеді 18:00, 19:00 аралығында. Газ сағат уже 17-ге жетіп кетті. Мына жерде дайындап қойдық. Сосын енді заказ күтеміз. Давайте. Заказ келгенде ары қарай түсіретін боламын. Давайте. Мен тихаря, тынышқан осым бүкілін мен реттеуім керек, камерамына жерге қойын. Камераны қалай қойсаң болады екен. Поэтому каждый Новый год я работаю как вол 24/7 без выходных дней забываю. Короче, достар, значит, я френдсбокс заказ бердім. Шашылып кетіпті, что-то білмеймін. Бірақ та ладно, реттеуден ары қарай. Чтоб без лишних слов, без лишних. Каждый Новый год я мечтаю об одном: купить маме новый дом, поменять отцу авто. Каждый Новый год я хочу быть рядом с той, что мечтает быть со мной и подарит мне любовь. Мен,
жүретінмін ғой, бір нәрсе істеймін деп. Мен KFC сондайлар заказ бердім. Да ты что? Капец, молодец. Короче, не ғой. Типа, френдсбоксын өзі тұра берсін бе қорғап, мен или тарелка, бір нәрсе. Тарелка, қандай тарелкаға салатын Не, білмей лучше френдсбокс. Пусть салат. әйтеуір екі фри бар да комбан, соны салып қойдым бір андай тарелкаға. Толып кетеді екен, екеуін тиіспей қойға егер жеп қойса тағы да саламыз. Да. А бургерларды былай бөлек-бөлек қоя салдым. Ага, окей, все. Бұл нормально, по идее. Нормально. Түкте тарелка керек емес. Да. И без пепси бар, без пепси. Хорошо. Все, онда шақыра берейік та ақырындап. Мен кеттім тамақ істеп. Ой, Бека. Че? Блин, сюрприз есіп бар деймін. Неге? Қарсаңшы, ну типа, сіз жасап отырсыз ба тамақ? Иә, мен тамақ істеймін. Бека айтпайсың ба мен тамақ істемеуші едім ғой, енді рахмет саған балам. Кішкене сізге енді оңайырақ болсын деп жұмыс шаршайсыздар дейді. Ой, жаным сол рахмет. Рахмет, Кішкене күшті ғой? болса, көп болмаса да қалай айтады, ну ладно, короче. Сюрпризің күшті екен. Рахмет және басқаларына. Қайдан келген подарок? А? Қайдан Заказ бердің ғой ладно. Әдетше. Ой, балам. Ал. Подарок па не? Кішкене. Кішкене емес пе үлкен подарок? Мен тамақ істеймін, ет сақ қойған. Иісін сезіп тұрған. Картошка не салған. Біліп тұрыңыз осы па или? Иісінен сезіп тұрған. Жағы сен сен. Чизбургерде люкс дейді ғой. Бека ужин дайындап қойып Подарок деп өпкішті. Не ойлап қоймын. Спасибо. Чизбургер ма? Күшті Бека, рахмет. Балам. Есік ашқан білдім мен бағын. Есік ашылды, сосын қайтадан жабылды. Мен ойладым не деп. Тағы Гүлмира маған біреу барып келді ма деген ой болды. Бірақ ашық жабылған білдім. Мұны жылы екен бірақ, Жылы екен, мынау мен бірге тұрған ғой жүрдім. Мен тоже рахмет саған бұдан. Ладно, короче. Олжас, күнде беріп тұршы осылай. Мен жұмыс істеймін. Итак, достар, видеоны қорытындылай келсек, уже қазір барлығымыз столда отырмыз, жеміс жегеніміздерге қызық емес деген ойдамын. Осылай отбасыларыңды қуантып, осылай подарок жасап тұрсаңдар, сендердің отбасыларына кешіктен неге қуанып қалмасқа, күні бойы жұмыс істейді, сендер де сабақ қойсыңдар, шаршайсыңдар. Қолынан келгенше сыйлық жасасаңыздар да, не обязательно ақша құртып, главное әке-шешеңізді құшақтап, мен сізді жақсы көремін десеңіз, әке-шешеңіз қатты қуанып, жылап жібереді. Ну, жылға жібермейді енді сендерді. Короче, бізде қазір ушы болып жатыр, енді столда отырамыз. Сендермен болған мен Бек Сұлтан, видеоны аса лайк, арнаға жазыңдар. Скоро 100 подписчик болса, мен сендерге қазір 100 деймін достар. Өтініш 100 жинап тастайықшы. Осы видео енді тренд болады деп ойлаймын. ютубта жарат контент болады деп ойлаймын. Сондықтан да достар, сендердің пікірлерін важный комментарийға толтырып, бытырлатып коммент жазып беріңдер, лайк басыңдар, арнаға жазыңдар. Мен отбасыма деген сюрпризім осындай, кішкене ужин болса да, аз да болса көптей көру керек. Сондықтан да пока еще давайте. Уайымдама, түсінетін мен ғана, ал мені тек сен ғана, тек сен алаңдама, сенші маған, келші маған.